Қайырлы күн, достар. Бүгін біз шоколадты маффиндерді жасайтын боламыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Мен осы маффиндерге шоколад қостым. Сіздер орео печеньесін, басқа да жемістерді қоссаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керек заттарды описанияға жазып кететін боламын. Бізге бөлме температурасындағы сары майымызға үстіне 100 грамм қантымыз салып, жақсылап миксерімізбен араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Онда жақсылап араластырып аламыз. Біз ұнымызды, какаомызды өлшеп дайындап аламыз. Оның үстіне разрыхителіміз салып, осылай барлығын бірге қосып, салып, массамызға бөліп салып араластыратын боламыз. Мінекей біздің массамыз осылай дайын болып шықты. Біздің массамыздың қоюлығы осындай видеодағыдай болуы қажет. Енді біз осы шоколадымызды ұнтақтап, осылай 100 грамм шоколадымызды салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай мен кекстің өзіне арналған тұстарына осылай 2 қасықтан салып шықтым. 2 ас қасық салып шығамыз. Барлығына өстіп салып, одан кейін біз пешімізді қыздырып 180 градуста 30 минутқа салып алатын боламыз. Піскенін, піспегенін шпажкамен тексеріп алсаңыздар болады. Мінекей біздің маффиндеріміз дайын болып шықты. Өте керемет, дәмді болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.